Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл орталық музей. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – это Центральный музей. Сабақтың мақсаты – тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Сурет бойынша әңгіме, сұрақ-жауап құру. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийі – тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Суреттер бойынша әңгіме, сұрақ-жауап құрастырады. Тыңдаймыз. Мәтін. Орталық музей Алматы қаласында орналасқан. Центральный музей находится в городе Алматы. Ол өте үлкен музей. Это очень большой музей. Онда көне бұйымдар сақталған. Там сохранены древние предметы. Кітап музейі Алматы қаласында орналасқан. Музей книг находится в городе Алматы. Онда көне кітаптар бар. Там сохранены древние книги. Олар араб, түркі жазбаларымен жазылған. Они написаны арабскими, тюркскими надписями. Балалар, келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, орталық музей қайда орналасқан? Где находится Центральный музей? Жақсы. Келесі тапсырма. Орталық музейде қандай бұйымдар сақталған? В Центральном музее какие предметы сохранены? Керемет, балалар. Келесі сұрақ. Кітап музейі қайда орналасқан? Музей книг где расположен? Келесі сұрақ. Кітап музейінде қандай заттар сақталған? Какие книги сохранены в музее книг? Керемет, балалар. Қазір біз жазылым тапсырмасын орындаймыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Ақпанның 3 класс жұмысы. Бұл орталық музей. 3-ші тапсырма. Сөздерден сөйлем құрастырыңыз. Составьте предложение. Мысалы, мен музейге барамын. Керемет, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.